Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бақшаңызда қызармай қалған көк помидорлардан енемнің рецептімен өте ерекше салат жасаймыз. Бізге керек болады көк помидор, тәтті бұрыш, сәбіз және сарымсақ. Помидорымызды осылай жұқа етіп майдалап тураймыз. Ізінен тәтті бұрышты ұзынша жұқа етіп тураймыз. Оны да кейін сәбізді үкіштен өткізіп оны да қосамыз. Сарымсақты майдалап тураймыз. Және укроп, петрушка, кинза сияқты аскөктеріңіз болса, оларды қоссаңыз, салатқа ерекше дәм береді. Енді туралған көкөністердің үстіне дәмдеуіштерді қосамыз. 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант, лавр жапырақтары, ұнтақталмаған қара бұрыш пен сұйық майымызды қосып, әдемілеп араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, бетін жауып, үстіне ауыр зат қойып, салқын жерге 2 сағатқа қоямыз. Міне салатымыз дайын. Өзінің суы шығып, әдемі болды. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз.